Үйде бір стакан сүт болса, осы панкейкті міндетті түрде жасап көріңіз. Үйде бар қарапайым заттардан жасалынады. Іші мамықтай жұмсақ, таңғы асқа керемет үйлеседі. Алдымен жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырып аламыз. Осылай видеодағыдай аппақ болып көпіргеннен кейін үстіне жылы сүтімізді құйып, оның үстіне сұйық майымызды салып, разрыхлителмен қамыр қопсытқышымызбен ұнымызды салып, бір келке етіп араластырып аламыз. Барлық мөлшерін описание бөліміне жазып қоямын. Осындай қатты сұйық емес, қою емес қамыр пайда болады. Енді осыны баяу отта бір ожаудан құя отырып, бетіне тесікшелер шыққанша екінші бетін аударып, осындай панкейктерімізді пісіріп аламыз. Осы мөлшерден менен 12 штук үлкен панкейктер шықты. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте мамықтай жұмсақ, балалар сүйіп жейтін таңғы бірі. Осындай оңай рецепттер ұнаса, каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода бұдан да дәмді рецепттер болады. Назарларыңызға көп рахмет.